Сәлеметсіңдер ме, құрметті 4-ші сынып оқушылары. Математика сабағы 142-ші сабақ. Қорытындылау. Алған біліміңді жинақтап қорытындылайсың. Оқулығымыздағы 2-ші тапсырма. Салыстыр. 9-да 5 қосылған 9-да 2. Салыстырамыз 9-да 1 қосылған 9-да 4-тен. Яғни 9-да 7 салыстырамыз 9-дан 5-тен. Қайсы артық балалар? Дұрыс айтасыңдар. 9-дан 7 артық 9-дан 5-тен. Ендеше балалар өзіміз орнымызда отырып шығарайық. 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Тәжірибелі велосипедші Алматыдан 100 км қашықтықтағы асы түрген шатқалында орналасқан расатханаға 4 сағатта жетті. Қайтар жолда ол жылдамдығы 5 км сағат азайтты. Ол қайтар жолда неше уақыт жұмсады? Балалар, бұл есепті біз шығару үшін бірінші барарда қанша километр сағат жүргенін табуымыз керек. Ол үшін 100-ді бөлеміз 4-ке. 100-ді 4-ке бөлсек 25 км сағат. Яғни ол барарда жол жұмсады. Қайтарда табу үшін 25-тен азайтамыз 5-ті. Яғни 20 км сағат қайтарда жол жүрді. Енді біз қанша уақыт жұмсағанын табу үшін 100-ді бөлеміз 20-ға. Яғни 5 сағат уақыт жүрді. Балалар, енді есеп түсінікті болса, орнымызда отырып өзіміз шығарып көрейік. Балалар, амалдардың орындалу ретін орнына қойып қойдық, яғни Сәуленікі дұрыс болмады. Енді орындап көрейік. 24.396 мен 76-ның бөліндісі қаншаға тең? 321-ге тең. 321 мен 275-тің айырмасы 46-ға тең. 2004 пен 46-ның көбейтіндісі 92.184-ге тең. 24 пен 35-тің көбейтіндісі 840-ға тең. 1357 мен 840-тың айырмасы 517-ге тең. 92.184 пен 517-нің айырмасы 92.701-ге тең. Соңғы амал, яғни 458.962 мен 92.701-дің қосындысы 551.633-ге тең дейді. Яғни балалар, сендерде амалдардың орындалуы дұрыс қойдыңдар ма, және есепті дұрыс шығардыңдар ма? Кәне тексеріп көрейік. Қаншаға тең болды? 551.633-ге. 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін есепте. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 300-де 30 қосылған 300-де 80. Қаншаға тең болады? 300-де 110-ға тең болады. Енді 300-де 150-ден азайтамыз 300-де 110-ды. Яғни бөлімдері бірдей. Нешені жазамыз? 300. Алымына 150-ден 110-ды азайтса қанша болады? Дұрыс айтасыңдар, 40-қа тең болады. Келесі өрнекті оқимыз. 90-да 21 қосылған 90-да 16. Қосу 90-да 13. Бірінші жақшаның іші орындалады. 90-да 21-ге қосамыз 90-да 16-ны. 90-да 37 болады. Енді 90-да 37-ні қосамыз 90-да 13-ке. Яғни бөлімдері бірдей. Қаншаға тең болады? Дұрыс айтасыңдар, 90. Алымдарын қосайық. 37-ге қосамыз 13-ті. 50-ге тең. Жауаптарын тексеріп көрейік. Дұрыс жауап берген екенбіз. Енді ары қарай осы есепті өзіміз орнымызда отырып шығарып көрейік. Әсін және бысын. 7-ші тапсырмаға назар аударайық.
Телескоптың радиусын тап. 2 метрді 1 сантиметр деп алып, дәптеріңе осындай шеңбер сыз. Диаметрі 10 метр болатын телескоп Антарктиканың оңтүстік полюсінде Амоден-Саконт станциясында орналасқан. Ол өзінің астрономиялық бақылауларын 2007 жылдың басында бастаған. Енді балалар дәптерімізге шеңбер сызамыз. Телескоптың радиусын табу үшін 10-ды 2-ге бөлеміз. Қаншаға тең болады? Дұрыс айтасыңдар, балалар, 5 метрге тең болады. Менің шеңберімнің радиусы, яғни оның жартысы қаншаға тең болады екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 2 сантиметр және 5 миллиметрге тең болады. Жауабын тексеріп көрейік. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, 8-ші тапсырма: сызба бойынша өрнек құр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Қазір өзіміз орнымызда отырып, амалдардың орындалу ретін белгілеп, өрнектің мәнін тауып көрейік. Және де бірге отырып тексереміз. 8-ші тапсырмадағы сызба бойынша өрнек құр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле деген тапсырманы орнымызда отырып орындап болсақ, бірге отырып тексерейік. Жауабы 21.250 шықты. Барлығымызда дұрыс жауап бердік деп ойлаймын. Шығармашылық жұмыс. 9-ші тапсырма. Ғарыштық зерттеулер институтында ғылыми кітапханасы бөлімшелерінің бірінде 18250 кітап бар. Оның 6050-і ғылыми кітап, қалғаны оқулықтар. Оқулықтарға қарағанда ғылыми кітаптар қаншалықты кем? Бірінші, балалар, оқулықтар санын тауып алуымыз керек. Оқулықтар санын тауып алу үшін біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 18250-ден азайтамыз 6050-ді. Кәне азайтып көрейікші, балалар. 18250-ден азайтамыз 6050-ді. Қаншаға тең болады? Кәне, балалар, кім есептеп болды? Дұрыс айтасыңдар. 12200-ге тең болды. Ол бізде оқулықтар саны. Енді бізде белгісіз ғылыми кітаптар. Ғылыми кітаптар табу үшін біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 12200-ден азайтамыз нешені? 6050-ді. 12200-ден азайтамыз 6050-ді. 6050-ді. Ал кәне бірге отырып азайтып көрейік. 12200-ден 6050-ді азайтсақ, 6150-ге тең болады екен. Кәне жауабын тексеріп көрейік. Біздің есебіміз дұрыс болды ма екен? Ендеше, балалар, оқулықтарға қарағанда ғылыми кітаптар қанша кітапқа кем екен? 6150 кітапқа тең екен жауабы. Енді жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс жауап берген екенбіз. Енді, балалар, осы есептің келесі әсін қарайық. Ә тапсырмасы, яғни бұл жерде біз, балалар, өзіміз есеп құрастырып, орнымызда отырып шығарайық. Үй тапсырмасы ретінде 11-ші тапсырма беріледі. Есепке өрнек құр, оның мәнін тап.